Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның құрылғанына 25 жыл толды. Осыған орай құқықтық тәртіп әскерінің фото тілшісі Вячеслав Гельблингтің жеке көрмесі өтті. Ол фотоаппаратты алғаш 15 жасында қолына алды. Әкесі сыйға тартқан бұл құрылғы бала Вячеславтың ермегіне айналды. Алғашында дос-жаран мен көрші қолаңды шырт еткізіп суретке түсірді. Бірақ болашағы фотомен байланысты боларын, қызметіне жарарын білген жоқ. Әскери өмірді таңдаған ол осы салада 20 жыл еңбек етті. Қызығы мен қиындығына төзіп, зейнетке шықты. Десе де ұлттық ұланның мерейін асыруға әлі де атсалысып жүр. Выбираем, что идет в газету, что идет. Әрбір шығармашылық іс-сапардан кейін ұлттық ұланның қалқан газетіне, сондай-ақ бүркіт журналдарына қажетті суреттер таңдалады. Түсірілген туындылар өте көп. Ақпараттар арасында адаспас үшін қалған фотосуреттерді жеке мұрағатыма сақтап жүремін. Фото тілшінің 3 авторлық фото кітабы жарыққа шыққан. Оның бірінде сап түзеген сарбаздардың күнделікті өмірі суреттелсе, қалғаны бүркіт арнайы жасағының жауынгерлеріне арналған. Моя любимая тема это, конечно, менің сүйікті тақырыбым ұлттық ұланның бүркіт арнайы жасағы. Себебі сарбаздар күрең беретті алу үшін түрлі сынақтан өтеді. Бұдан да бөлек отан үшін отқа түсер азаматтарды шыңдайтын сайыстар жетерлік. Міне осындай іс-шараларда түсірілген репортаждар ұнайды. Көрмеге фото тілшінің соңғы 15 жылда түсірілген 54 еңбегі іріктеліп білінген. Шебер шексіз тарихтың бір сәтін ұзақ уақытқа тоқтата алған. Оның еңбектерінде ел өміріндегі елеулі сәттер бейнеленген. Сонымен қатар әскерилердің күнделікті тыныс-тіршілігін көрсететін біршама туындылар да бар. Бұрын сарбаз болып болған прапорщик осыны ұлттық ұланда өз қызметін атқарған. Енді осыны қазір зейнеткер. Бірақ зейнеткер болса да, ол өз жұмысын тастаған жоқ. Қазір осынау фото суретпен айналысады. Біздің сарбаздың арасында, контакт арасында жүріп, сендер отанды қорғау қиын ғой. Бірақ сол ол өзі фото суретпен сол көрсетіп жатыр. Қандай қиыншылық бар. Вячеслав Гельблинг азаматтық киімдегі әріптестеріне қарағанда погон таққан фото тілшілердің жұмысы әлде қайда қиын екенін атап өтті. Себебі әдемі көріністі тізелеп түсіре алмайсың дейді ол. Десе де оның түсіру тәсілі ерек. Осылайша ол қазақ әскерінің фото шежіресін жинады, қалыптастырды. Жауынгерлік өмірдің қыр-сырын шертетін туындылар әрқашанда құнды. Сондықтан болар Вячеслав Гельблингтің жеке мұрағатында 1 миллионнан астам фото сурет сақтаулы тұр. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.